негізгі бөлімі жалпы неден тұрады? Сабақтың негізгі бөлімі жалпы мына бәріміз де сабақ береміз, қымыз жоспар жасаймыз ғой дейміз бе. Сол кезде біз мені басшылыққа аламыз. Оқу мақсатын басшылыққа аламыз ғой. Енді әрі қарай біздер мына дағдыларды меңгеруіміз керек. Білу, түсіну, қолдану. Бұл дағдылар жалпы бұл төмен деңгейдегі дағдылар деп аталады. Мысалға білу дегенді білуіміз керек. Мысалға фактілерді, ақпараттарды соларды білуіміз керек. Ал түсіну дегенімізде осы фактілерді, ақпараттарды ажыратып, оларды интерпретация жасауымыз керек, қорытынды жасауымыз керек. Ал қолдану деген осы алған білімдерімізді, алдында алған білімдерімізді практика жүзінде қолдана білуге мағынаны білдіреді. Енді сонымен қатар жоғары деңгейдегі дағдылар деген бар. Жоғары деңгейдегі дағдыларға бұл анализ, яғни талдау, синтез, яғни жинақтау және бағалау деген осы үш дағдыдан тұрады. Бұлар енді күрделі. Өзінің аты да айтты ғой, жоғары деңгейдегі дағдылар деп. Бұнда біздер кәдімгі снтодан ойлай білуіміз керек, проблемалық жағдайларды шеше білуіміз керек, себеп салдарды анықтауымыз керек, тұжырымдауымыз керек, салыстыруымыз керек, оны талдауымыз керек. Осылардың бәрі жоғары деңгейдегі дағдылар болса екен. Сабақтың негізгі құрылымы осы дағдылардан тұрса, екіншіден біздер ұйымдастыру бөлімін білеміз, иә? Ұйымдастырудан басталып, сосын үй тапсырмасы сұраймыз. Үй тапсырмасы сұрағаннан кейін әрі қарай жаңа тақырыпты ашуымыз керек. Жаңа тақырыпты ашып, әрі қарай осы тақырыптың теориясын түсіну арқылы біз алған білімімізді практикада қолданамыз. Сонымен қатар міндетті жаңа бөлігі сабақтың бұл кері байланыс және рефлексия бағалау. Осылар негізгі бөліктер болып саналады. Сабақ мақсаты дегеніміз не? Оқу мақсаты дегеніміз не? Жақсы айтайын қазір. Енді біздер белгілі бір пәннің иесіміз, балаларға мысалға мен химиядан сабақ беретін болсам, химия пәні бойынша балаларға мен өзімнің пәнім бойынша білікті дағдыны мен балаларға меңгертуім керек. Жалпы оқу бағдарламасы, оқу мақсаты осы оқу бағдарламасынан туындайды. Ал оқу бағдарламасы дегеніміз не? Бұл оқу пәніне сәйкес белгілі білікті дағдыларды, машықтарды жаңағы солардың көлемі мен мазмұны болып саналады. Соларды айқындайтын бағдарлама. Ал оқу мақсатынан сабақ мақсаты туындайды. Мысалы оқу мақсаты 40 жетістікпен аяқталса, сабақ мақсаты үшінші жақта жетістікпен аяқталады. Және де сабақ мақсаты бұл күтілетін нәтиже. Осы сабақ мақсаты арқылы біз сол сабақтың бағалау критерияларын анықтаймыз, дескрипторларын анықтаймыз. Кері байланыс дегеніміз не? Енді кері байланыс деген біздер сабақтың басында сабақ мақсатын қойдық қой. Сабақ мақсаты бұл күтілетін нәтиже. Енді сабақ барысында балаларға біздер бүткіл төменгі деңгейдегі дағдыларды, жоғары деңгейдегі дағдыларды меңгерттік, иә? Енді сабақтың басында біз мақсат қойған кезде балаларға қоса мақсат қойғызамыз. Сол бүгінгі сабақтың мақсатында біз нені меңгеруіміз керек? Нені ажырата білуіміз керек? Қандай дағдыларды меңгеруіміз керек оның ішінде? Соны жаңағы қаншалықты меңгергендігін анықтау үшін біз балалармен кері байланыс жасаймыз. Яғни кері байланыс дегеніміз сонда бүгінгі сабақта алған білімдерін туралы балалардың түсінігі. Саламат апай, менің қояр сұрағым, оқушыларды мақсатқа жетелеу қалай жүзеге асырылады? Енді біздер сабақтың ең негізгі бөлігі бұл сабақ мақсаты ғой. Сабақ мақсаты болмаса ол сабақ жүргізілмейді деген сөз. Мақсатсыз сабақ жоқ. Сабақтың мақсатын біздер балаларға бірден айтпаймыз. Сабақта балаларды мақсатты анықтауға жетейміз. Ол қалай жүзеге асырылады? Мысалға, белгілі бүгін бір тақырыпты сен бастайын деп жатырсың. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай деп бірден айтпаймыз, осылай емес пе? Ол тақырыпты белгілі бір әдістер арқылы тақырыпты балаларға ашқызамыз. Видео көрсету болсын, немесе басқа әдіс тәсілдер болсын, тақырыпты мұғалім өзі ашпау керек, балалар ашу керек. Енді әрі қарай тақырып ашылды. Әрі қарай бүгінгі сабақта балалар нені білу керек, соны анықтауымыз керек қой, балалар нені білгісі келіп отыр. Ана көрсетілген жаңағы тақырыпты ашуға байланысты көрсететін видео болсын, басқа әдіс тәсілдер болсын, сол сабақтың мақсатына сәйкес болу керек, одан ауытқымау керек. Әйтпесе балалар шатысады. Сол кезде сабақ тақырыбы ашылып болғаннан кейін балаларға сұрақ қоямыз. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты қалай, не жайында болмақ, қалай кәне өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды айтыңыздаршы дейміз. Сол кезде балалар жаңа көрген мақсатты ашуға байланысты көрген әдіс тәсілдерді қарай отырып, меңгере отырып, сол сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі сабақта мысалға біздер химия болатын болса, мысалға атомдарды білуіміз керек, молекула дегенімізде соны білуіміз керек, олардың жаңағы қасиеттері қандай деген сияқты. Сол балалар жаңа қолданған әдіс тәсілдер арқылы сабақтың мақсатын анықтайды. Бұдан кейін барамда мен балалар жаңағыдай сабақ мақсатына жетелеп болғаннан кейін әрі қарай өзіміздің бүгінгі сабақ мақсатын мен көрсетуім керек. Мысалы оқу мақсатын сабақ мақсатын туындайтындығын күтетін нәтижемен балаларға жеткізуім керек. Рахмет, көп. Саламат апай, сізге қояр сұрағым, сабақтағы саралау тәсілдері дегеніміз не? Сабақтағы саралау тәсілдері дегеніміз саралау тәсілдері ол міндетті түрде сабақтың құрылымында болу керек. Неге? Себебі бір сыныптағы оқушылардың қабілеттері әртүрлі. Бір оқушылардың жаңа қабылдау деңгейі жоғары, бір оқушылардың қабылдау деңгейі орташа, ал бір оқушылардың қабылдау деңгейі төмен. Солай емес пе? Сондықтан осы балалардың қажеттілігін ескере отырып, оның үшін ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар да бар ғой. Неге? Осы оқушылардың барлығын ескере отырып, қажеттілігіне сәйкес тапсырмалар беру деген мағынаны білдіреді саралау тапсырмалары. Енді саралау тапсырмалардың бірнеше түрі бар жалпы. Оның ішінде жаңағы баланың мысалға коллаборативті ынтымақтастық саралау тәсілі деген болады. Бұл жерде топта жұмыс жасайды, ше? Топта жұмыс жасаған кезде, мысалы белгілі бір топта оқушылар отырады ғой. Сол кезде ол топтың ішінде жақсы оқитын оқушы бар, иә? Мысалға үлгерімі орташа оқушы бар және қабілеті төмен деңгейдегі оқушылар бар. Енді міндетті түрде қабілеті орташа, қабілеті қабылдау деңгейі төмен оқушылар міндетті түрде ол топта жұмыс жасау керек. Бізге көбінесе жақсы оқитын оқушылармен жұмыс жасап кетеміз, осы оқушылар ескерусіз қалады. Сондықтан бұл оқушылар міндетті түрде сабаққа тартылу керек. Сол кезде осы оқушылардың біздер ерекшеліктерін қабілеттерін ескере отырып тапсырма береміз. Бұндай жаңағы оқушыларға, мысалға қабылдау деңгейі төмен оқушыларға біз скаффолдинг тәсілін қолданамыз. Скаффолдинг деген сөз мұғалімнің немесе басқа да бір үлкен немесе қабілеті жоғары оқушылардың сол оқушыға көмек беруі, сол оқушыға бағыт бағдар беруі, қолдауы. Біз коллаборативті тәсіл деп айтамыз, немесе коллаборативті саралау жұмысы деп айтамыз. Енді сол диалог деген бар, диалог дегенде балаларды диалогқа тарту.
айта берсем, сосын да ортаға байланысты жаңа таңдау тәсілі деген бар. Саралаудың таңдау дегеніміз мысалы ол былай. Біз топқа мысалға жаңа берік тәсілдер арқылы бөліп тастаймыз, 3-4 топқа. Бөліп тастаған кезде кейде бір топта қабылдау деңгейі оқушылар жиналып қалуы мүмкін. Сол кезде енді қабылдау деңгейі жаңағы төмен оқушылар жаңа берген тапсырма қиындық туғызуы мүмкін ғой. Сол кезде ана оқушыларды басқа бір топтарға есеп тастаймыз, бөліп тастаймыз. Мысалы ішінде жаңағы қабілеті жоғары оқушылар бар ғой себебі. Ал топта қабілеті жоғары оқушы болғаны өте дұрыс себебі сол оқушы қалған топтағы оқушылардың барлығы біздің топтағы балалардың барлығына, білім алушылардың барлығына көмегін береді және оларға бағыт бағдар беріп отырады. Осыны біз таңдау деп айтамыз, саралаудың таңдау тәсілі деп.